Бұл біздің екінші сабағымыз. Алдымен бірінші сабақта өтілген мәліметті қайталап, өзімізді тексеріп алайық. Please check yourself. Мен қазақшасын айтам, сіздер ағылшыншасын өздеріңіз айтып отырыңыздар. Сәлем. Менің атым. Жарайсыз. Ендеше бүгінгі жаңа сабағымыз, және алдыңғы сабақтың жалғасы деп айтсақ та болады. Яғни my name is тіркесін өттік қой біз өткен сабақта. Соны басқаша I am деп жеткізуге де болады екен. Мысалы, my name is Мейрамгүл деудің орнына I am Мейрамгүл деп айтсам болады. Немесе қысқартып I'm Мейрамгүл. Яғни атымызды айтудың осындай 3 нұсқасы бар екен. Әрине, өзіміздің атымызды айтып үйрендік. Енді қасымыздағы адамның, партнердің атын сұрауды үйренеміз. Ол үшін бізге What is your name? Сұраулы сөйлемі көмектеседі. What is your name? Немесе қысқартып What's your name? Сол кезде бізде мынадай қысқаша диалог шығады. What's your name? My name is Мейрамгүл. Немесе What's your name? I am Мейрамгүл. What's your name? I'm Мейрамгүл. Енді танысқаныма қуаныштымын деген тіркес бізге қажет болады. Ол қасыңыздағы адамға сыйластықтың белгісі болып саналады. Nice to meet you деп айтамыз. Егер мынадай жағдай болып қалса, сіздің қасыңыздағы адам nice to meet you деп бірінші айтса, сіз nice to meet you too деген сөзді қосасыз. Яғни мен де қуаныштымын деген мағынаны білдіреді. Now your turn. Сенің кезегің. Мына жазылған қазақша сөйлемдерді видеоны паузаға қоя отырып, ағылшынша айтып көр. Бұл нұсқаны болсаңыз, мына нұсқаны көріңіз. Жақсы, керемет. Мен сіздің қолыңыздан келді деп сенемін. Бұл қиын емес, әрине, өте оңай мәлімет деп ойлаймын. Жаңа естеріңізде болса, I am тіркесін біз өзіміздің есімімізді айту үшін қолдандық, иә? Ал тағы бір жолы бар екен. Біз бұл I am нұсқасын негізі көп жерде қолданамыз. Соның бірі жасымызды айту үшін. Мәселен, I am 20. I am 35 деген секілді. Достар, әзірге қиындатпаймын. Әзірге осы мәліметті меңгеріп алыңыздар. Сандарды келесі сабақтарда өтетін боламыз. Ал әзірге сіздерге үй тапсырмасы, комментарийге өздеріңіздің есімдеріңізді ағылшынша маған жазсаңыздар, және жастарыңызды жазсаңыздар. Санның қасына дәл мен секілді, егер білсеңіздер, жақшаның ішіне жазумен жазып кетіңіз. Ал егер жаза алмаймын, білмеймін десеңіздер, оның ешқандай айыбы жоқ. Сіз ағылшын тілін енді меңгеру үстіндесіз. Сондықтан ешқандай да ұялмаймыз. Санмен ғана жазып көрсетсеңіздер, мен ағылшынша қалай айтылатынын сіздерге жауап ретінде жазып жібере аламын. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көргендеріңізге рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Кездескенше, бай.